Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз блины жасаймыз. Оған бізге 3 жұмыртқа, жарты шай қасық тұз қосып кішкене араластырып аламыз. Сосын 3 ас қасық шекер қосамыз. Оны да араластырып аламыз кішкене. Оны менде мынау ақ кружка менен 1 кружка ұнын алдым. Ұнның жартысын салып, комоксыз әдемілеп араластырып аламыз. 1 кружка сүт. Осы кружка менен өлшеп алдым бәрін. Енді қалған ұнымызды бүкілін салып, комоксыз жақсылап араластырып аламыз. Қайнаған су, ыстық қайнап тұрған су бөліп құямыз. Үш ас қасық сұйық май. Бәрін араластырып, 10-15 минут демалдырып қойып қоямыз кішкене. Ал енді қамырымыз демалды. Енді қызып тұрған табаға осылай салып пісіріп аламыз. Тесік болып, әдемі болып шығады. Достар, бәрін пісіріп болдық. Осындай тесік әдемі блины болып шығады. Назарларыңызға үлкен рахмет. Баршаңызға ас болсын. Сау саламатта болыңыздар.